Сәлем достар, біздің YouTube каналға қош келдіңіздер. Сәлем достар. Бүгін біз қызықты ойын ойнаймыз. Қызықты ойын, мен жеңіл қалмасам болды екен, қиын ойын сияқты болып көрініп тұр. Ал енді мен ұтсам екен деймін. Ал кетіп видеомызды ұзақ кетіп бастайын ал видеомызды. Так, Мамамыз қазір не істеп береді? ұнаса, лайк бас, комментарий жазып кетіңіздер. Біз бұл ойынды мектеп кезде класстас қыздармен ойнайтынбыз, сендерді ойнатып көрейін деп тұрмын. Бұны біз ойнағанда бар ғой. Ал енді сен баспаған тұрасың, бас бұл. Не қарап отырсың осыға? Біз бұрын осыны ойынке қыздар болып ойнайтынбыз, бізге қызық болатын, сендерге де қызық болады деп ойлаймын мен. Бұл ойында, енді сендер екеуіңде мектепке барасыңдар ғой, оқисыңдар. Сол үшін бұл ойында қаланың, тамақтың, жемістің, адамның атын жасырамыз. Сонда қандай А, Б деген сияқты ма? Мысалға мына бірінші мен жазайын, ортасын бәрін сызып алдым балдарға. Мына мысалға бірінші адамның аты. Қызылмен жазып қойын адамның аты. Екінші жеміс. Қандай әріптен бастасақ та, сол әріптен басталатын жемісті жазасын жерге. Сосын тамақ. Тамақ. Заттың атын айтамыз. И сосын қала. Мысалға адан келетін қала, Б-дан келетін қала. Мама, нам А деп, Б деп жазса, әріптен несі? Қазір көреміз, қазір. Бірінші қандай әріптен жарысамыз? А әріпі ма? Ең бірінші. Айсұғыр, сенші. Әдем осы не бойынша, әліпби бойынша. Әліппе бойынша десе? Әліппе бойынша. Әдем өстеміз. Тамақ, зат, қала. Ал егер Кім бірінші тауып адан келетінменен толтырады. Мысалға А әрпі, А әрпі. Мына жерге А әрпін жаздым. Мына. Айсұғыр, мынау сенікі, мынау сенікі. Кім бірінші жазып болады екен? Мына адамның аты, жемістің аты, тамақ, зат, қала. Мысалға адан келетін тез адамның атын жазасын. Адан келетін қандай жеміс бар? Алма, анар, соны жазасын. Тамақтың атын жазасын. Адан келетін қандай тамақ бар? Зат, қала. Давай. Басталды. Давай. Тез. Адан келетін ат көп қой. Адамның аты болсайын. Бірдей болып қалмау керек. Толық жазбай ақ қой, білесің қандай екен? Аралай жаза бер. Жеміс, адан келетін. Адам ба? Тамақ қандай бар адам? Адан келетін қандай тамақ бар? Абұрш. Абұрш па, борщ па? Абұрш. Тамақты сосын ойланамыз, давай заттың атын жаза беріңдер. Адан келетін заттың атын. Заттың аты ма? Адан қандай зат келеді? Затқа қандай нелерді келеді? Заттың. Қала. Адан келетін қала. Қой ол бірінші. Бірінші әрпі. Соны айтып отырмын ғой, адан келетін қаланың атын. Бірінші әрпі қой. Адан келетін қаланың жаз деймін. Қала. Әрпінен басталатын. Қала, адан келетін. Бірінші адан жазуымен. Енді дұрыс қой енді. Қаланың атын жазса адан келетін. Қандай ат бар? Зат бар? Адам көп қой мына. Зат.
Мысалы, мына неден жасалған? Мына неден жасалған, мысалы, мына неден жасалған? Енді бұл затқа жазасын. Қандай тамақ бар? Адам басалады. Бір көріп көрейінші. Тамақ, любой тамақ ішетін дейтін, любой тамақ бола береді. Қалай сонда адам басалады? Адам басылады. Оған бар ғой, Жантемір. Холодильник ашып көрудің қажеті жоқ. Адам келетін, ішетін сұйық нәрсе де болады, қою нәрсе де болады. Адам келетін не бар ішетін? Бұл А әрпінен келетін не ішетін бар, не бар? Айтшы, ашқы. Заттан алтын. Жоқ, тамақтан адам келетін тамақ. Адам тамақ. Жаңа сен не іштің? Неме? Тамақшылыққанда не іштің сен? Шай. Манты. Шай? Сұйық нәрсе іштің ғой сен бағана? Сол сорпа ол. Ол сорпа. Тоты бар. Бардан келеді. Жоқ. Қамыр? Трубочкамен бірдеңе іштің ғой сен? Айтпай жасыншы. Болды. Так, кім бірінші болды? Опа. Давай. Жантемір адамның атына Айсүгір деп қойыпты. Жеміс, алма, алмұрт дейді. Тамақтан айран, заттан алтын, қаладан алматы деп қойыпты. Сен кіші? Адамның аты Айсұлу дейді. Жеміс, алма. Тамақ, бұныкі де айран. Зат, бұныкі де ағаш, қала, алматы. Так. Енді бұл. Нечемно болмайды. Екеуін керек көпсі бірден кетті. Енді бұдан келетін тоқтай тұр. Б. Тоты адам атына. Тоты. Білдірген. Білдірсің ба? Давай. Бұдан болып, бұдан басталатын нәрсе. Тез. Ей, мен жазаттым. Қой бер, сен қарама, оқымаңдар, давай. Айсүгір өзі, Айсүгір білгеніңді жаз. Жантемір, ойлан. Жемістен ондай бар. Жемістен көп қой. Қарауға болмайды. Адамша абрикостен білгеді. Білмей қалдың ба, абрикос деу керек екен. Бұдан да мен жеміс бар. Бұдан жеміс көп. Мен анадам. Давай. Жеміс. Міне жеміс. Жейтін тамақ. Міне жеміс. Бұдан келетін не бар? Тамақтардың атын ойын. Тамақтың Бұдан келеді, ондай не бар? Сон бар? Ойланып толтырып жазыңдар. Бұрын біз осыны, ой қызым, 4-5 қыз ойнайтынбыз ше. Ей, бананды жеміске жазсын. Не жазсын сен? Банан тамаққа да жатады, жеміске де жатады, бірақ тамаққа болмайды ол. Тамаққа банан болмайды. Банан емес, балық. Ой, молодец! Ары қарай. Енді зат, бұдан келетін зат. Қарама қараусың жоқ, болмайды Жантемір. Давай. Бұдан қандай? Зат. Бұдан келетін қандай бар? Затты Қала. Оқып атсыңдар осыны. Бұдан келетін қандай қала бар? Бейбарыс көшесі. Көше емес бұл, қала. Қала жоқ қой, бұдан басқалатын. Бұдан басқалатын қала жоқ. Бұдан қала жоқ. Бұдан келетін ешқандай қала жоқ, Қазақстанда. Жоқ десеңіз. Қой, ойлан, ұят болады. Көше іздеп көше. Көше. Қала жоқ деймін. Қой, ұят болады. Қала жоқ деймін. Қала жоқ болса, білетін ауылдың атын жазғанда. Бұл. Зат. Бұдан келетін қандай зат бар? Жаңа мен біріншісінде айтып бердім мынаны деп. Енді екіншісінде бұдан келетін мен айтпаймын. Бұл. Бұдан
Бұдан не келеді бұдан? Sen attın. Düşünüyorum. Қызық болады ма достар? Мен болдым. Так, 1 минут деген, Айсұгүл, 1 минут күте салайық. Давай, ойнайыншы, бұдан Үш келеді. секунд. Үш Ама секунд. мен кінау. Тоқта, Tamam. сен жаз давай. Бірге оқимыз. Бұдан ба? Бұдан. Бұдан. Бұл? мама. Қойсын. Мен ашып бетіне қарап отырмын ештеңе. Балға деп жатыр ғой. Балон. Болмайды ғой мама. Так, Қала қиын болады еді. Енді қаладан ауыл ұзасын. Қаладан. Бұл. Наған жүрсе қаланың атын. Қаланатында? қаланатын дұрыс. Мен жас болым. Қаланың атын емес, ауылдың аты ғой. Көп ауыл аты. Бұдан келетін ауылдың атын жаш, бір ауылдың атын. Бегар ауыл қайда бар екен? Жоғы бегар сауыл. Мейлі, болды. Мама, қала бар екен, бұдан басталатын. Қала бар. Тоқта, сен сол қала неғып жазбайсың, енді соны өзіңе жаш. Жаздың ба? Болды ғой, я. Жеңілдің ғой мынадан, я. Бұны таппадың ғой. Қаладан таппады. Таппадың, я? Таппадың. Так, Жан Темірдіңкі адамның аты Бақош. Жеміс, банан, тамақ, борщ, зат, балон, қала. Жамбыл облысы. Жыдан басталмайды ғой, бізге бұдан басталатын керек. Жан Темір, сен екеуің дұрыс болмады. Так, Айсұгүрдіңкі адамның аты Бека, жемістен бұлда банан, тамақ, балық, күшті, зат, балон деп жазып қойыпты бұлда. Қаланы таппадық, таппадық. Давай, енді, мысалға, бұдан келетін ше, мына, Байқоңыр, Бақанас, Балқаш білетін жерлер білесің ба? Әкең барып жүрген жерді жазбайсың ба? Так, енді видеода мама да қатысатын болады. Мама бәріміз ойнағанда вообще қызық болады. Иә. И сосын мамадан кейін уже ақырында уже ағаларым да қосылып бастай береді. Осы видео қызық болып бастай береді. Видеоларды өткізбей қарап жүріңіздер, өте қызықты видеолар. Әр видеоға қараған сайын лайк басып, комментария жазып, дестек кетейік. Егер видеоымыз ұнап жатса, қолдап кетейік. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыздар.